бір керемет әннің екі тармағы бар. Өзімнің жүрегіме қатты тиетін, өтетін деген сияқты. Ата анам бай деп емес, ата анам бар деп қуан дейді. Ол шынымен де байлықтан не керегі бар? Ата анаң қасында болмаса, олардың беретін ақ батасы болмаса, онда бәрі бекер екен. Енді менің ата анам өзімнің жалпы екеуінің таныстығы да, екеуінің бірге қосылуы да біраз қызықты әңгімелерге татиды. Шиелі ауданы бар Қызылорда облысында. Сол ауданның Шаңқайында менің әкем Мәдібаев Құрманғазы Бейбітұлы 1968 жылы 15 қыркүйек күні дүниеге келген. Әкемнің жастайынан қолынан бал тамған десе болады. Өйткені менің арғы атам мен әжем екеуі бір-бірімен айтысып, атам жеңіп кетіп, сол әжемді алып, әжем бұйырған екен. Ал егер ондай айтыс болмағанда, атам жеңемағанда басқа біреу жеңгенде басқа біреу алар ма еді, біз дүниеге келмейтін бедік деген сияқты. Алланың бұйыртқанына қарай солай атамнан дарыған сол өнер әкеме дартты. Солай әкем менің қаһарман деп айта аламын. Өйткені сол өнерді ала жүріп Алматыда оқуға түсіп, инженер-технолог мамандығымен сол кездері желтоқсан оқиғасы болған. Сол кезде әкемнің жасы небәрі 18-де, 19 сол жобада шамасында екен. 2-3 күн қатысып, үшіншісінде үлкен ағалары ауылға қайт деген мақсатпен әкемізді ауылға қайтарып жүрген екен. Сонымен біраз оқиғалары болған ол кезде де, енді кішігірім жасырын болсын. Солай әкеміз аман есен оралды елге. Сол үшін де әкемді қаһарман деймін. Қазіргі таңда әкемнің біраз өлеңдері бар. Өзі шығарған, қарындасына әскерден үлгере алмай қалып, тұрмысқа шыққандағы. Тұрмысқа шығып, әкем үлгере алмай қалып, сол кезде армиядан ол кездегі диктофон деген ұғым енді шығып атқан кездері, сол кезде үйге арнайы сыйлап, қарындасым деген әнді өзі сол диктофонға айтып жіберген екен. Қарындасына арналған және апасына, яғни мамасына, анасына арналған ән бар, сосын әпкесіне арналған ән бар. Үшеуі де былай қарап тұрсаңыз өте мұңлы өлеңдер болып келеді. Өйткені сол басынан өткен оқиғалар. Содан әкем сол 92 жылы анамды сол үйіне шақырған Шиелдегі, сөйтіп Залтамнан Түккіртамға алып қашқан екен. Ол оқиғасы әйтеуір 2-3 метр жерге алып қашқан ғой енді. Мен үшін әлі күнге дейін қызық. Әкем молодец, алып қашпаса мен қақта жүр едім, қақтан пайда болар едім дегендей. Сөйтіп анаммен 92 жылы үйленіп, сол 93 жылдың 25 ақпанында біз дүниеге келіппіз. 25 ақпанда қыстың қақап тұрған күнде жаяу барып, жаяу ақ келген екен мені. Жалпы өзім өмірде енді Аллаға да ешкімге де кінә тақпайсың ғой, бірақ жолым бірден бола қоймайды. Біраз бір мысалға қатябы бір паспорттың өзін алуға менің бір 3-4 ай уақытым кетіп қалады. Білмей, суреттер солмай қалады, үйтеді, бүйтеді, бірақ әйтеуір жаңағы ата анамның ақ батасын алу арқылы мен қазір біраз жетістіктерге жеттім деп айта аламын. Өйткені бірінші сол Бозторғай байқауынан бастап сахнаны өте қатты жақсы көрдім, бағалай білдім десем де болады. Өйткені сол ата анам маған қарсы болған жоқ. Одан соң келе-келе осы жайдарман ойындары деген, яғни КВН ойындарына қарай бір бүйрегім бұрт тұрды. Әзіл десе ешкенасым жерге қойдым, солай әзілге кеттік. Burada әкемнің маған деген ақ батасы зор болды. Өйткені ешқандай бір қарсылық жоқ. Қарсылық тек анамда ғана болды. Қазір осы уақытқа дейін әлі қарсы. Үйлендің ғой, бала шағаң бар,
сәл үйде отырсаңшы, көңіл бөл бізге деп. Ал бірақ сол жайдарманға барғалы бері менің үлкен аудиториям құрыла бастады. Үлкен достарыммен, үлкен ағаларымызбен танысып, біраз бізге көмектер пайда бола бастады. Солай сол көмектерді ести тұра, анам жаймендеп уже бір бүйрегін бұра бастаған сияқты маған қарай ақ батасын беріп жүреді күнделікті. Енді әкем мен анамның мінезін айтайын. Ол кісілердің мінездері плюс-минус ғой, былай айтқанда. Әкемнің мінезі өте жеңіл, ешқандай ұрысуда, ұруда осы уақытқа дейінде бір қолының ұшы тимеген, бір ауыр сөз айтпаған маған деген. Балам, ақылдасайық, кел деп жеке шақырып алады, осындай ақылдасады. Сонымен әкемнің не айтсын, не айтпасын қолдаймын. Ал енді анам көріп отқан болса егер, анамды ешқандай да жамандамаймын да, өйткені ана деген сөз ең бірінші тұратын 3 сөз дейді, содан кейін барып әкең дейді. Анамды өте қатты жақсы көрем, өйткені біз үшін дегенде жан пида енді жүрегі. Қай жаққа кетсек те, қай жаққа барсақ та, әйтеуір ана байқұс ең уайымдағыш келетін сол кісілер ғой. Қалпағыңды киіп ал, нәскиіңді киіп ал, қалыңырақ киіп жүр деген кезде әйтеуір қош мама деп кейде кетеміз сөзін ескермей. Ал бірақ кейде жаңағыдай қыстың күні болсын, әйтеуір бір суық күндер болсын, қатып қалған кездер болады кейде. Кейде ауырып қалған кездер болады. Сол кезде барып анаңның айтқанын есіңе түсіресің де, біліп айтқан екен ғой деп. Анамның мінезі сәл ереу, салмақтылау, дөрекілеу, кішігірім. Өйткені кіші жүздің қызы, жалағаш жақтың қызы болғаннан кейін қойып қала салады, айтып қала салады. Бірақ бетке айтады, шындықты айтады. Бірақ жүрегі нәзік. Өйткені кішігірім әшейін бір болмашы киноларға бола жылай салады. Жылап, хотя бы кішігірім 5-6 литр шығатын шығар десем, жоқ 10 литр шығады екен жасы. Сөйтіп аналарымызбен кейде әзілдесіп жатамыз, әкелерімізбен де әзілдесіп жатамыз. Бәрінде көтереді. Қазір енді осы әкем Шалқия цинк акционерлік қоғамында шахтасында оператор қызметін атқарып жатыр. Ал анам осы біздің Шалқиядағы Әділов атындағы орта мектепте тек қызметкері қызметін атқарып жатыр. Мен әке шешеммен мақтанам, өйткені олардың маған деген еңбегі ұшан теңіз. Үйде үлкенім мен болғаннан кейін кішігірім ауыртпалық маған түседі екен. Оны байқап жатырмыз, бірақ келе-келе адам өзінің түзу жолын тауып алып, сол жолмен беттеле береді екен. Біз Шиеліден 2002 жылы көшіп кеттік Жаңақорғанға. Өйткені ол жақтағы тұрмыс тіршілік сәл қиындау болды. Енді әке шешем қауын қарбыз сатты. Біз әжеміз екеуміз ол кезде ақшаның құны бар кез 3 теңгеге шемішке саттық, кукуруз саттық сол кездері. Сөйтіп әйтеуір үйге нанымызбен вермишель рашкиімізді алып қайтатын тұғымыз. Ол күндерден де аман есен өтіп шықтық. Қазір Аллаға шүкір, Жаңақорған ауданы Шалқия кентінде өзіміздің қара шаңырағымызда бәріміз бірге 4 көзіміз түгел тұрып жатырмыз. Үйдің үлкені мен деп айтып кеттім. Менен кейін 2 қарындасым, 2 інім бар. Сосын жақында үйлендік. 2 жыл болды, 1 баламыз бар. Оның барлығы айналып келгенде менің қара басымның арқасы емес, әрине ата-анамның әйтеуір тезірек немере сүйейік, тезірек ұрпағымыздың тамырын тереңге жайық дегеннен соң ата-анамызды әлі күнге дейін тыңдап келеміз және тыңдап өтеміз деп ойлаймын. Қызықты бір оқиғаны айтып берейін. Бұрындары сол әкемнің нағашылары, әкемнің жаңағы нағашылары, мен де нағашыларым ғой енді. Балыққа бардық жалпы. Балыққа мен өте азартпын енді. Балық десе, мен сүңгіп болса да аулаймын сол. 90 метр болса да. Жалпы сол балыққа нағашым, папам, мен, сосын тағы бір жием бар. Сол 4-еміз балыққа кеттік.
Сонымен балық аулап атып, жаңағы ауды құрып қояды. Сонымен белшесінен суға батады. Сонымен жоқ, киімімізді шешейік дейді. Киімімізді шешіп, бәрі тыр жалаңаш маған береді. Өздері суға қойып кетеді. Сөйтіп мен ананы енді білмеймін, қай жермен естідім, бірақ ананы киімді үйге апарып тастады деп естіп қаптым мен. Ол Дарияға дейін 4 километр. Сонымен мен де барғым келмеді, былай айтқанда. Тошыны ма деп те айтпаптым, ол кезде балам ғой, кішкентайым, 4 жасарым ба, 5 жасарым ба. Сөйтіп соны алып кеттім үй жаққа, киімдерін, 3 кісінің киімін алып. Сөйтіп үйде ұйықтап қалдым ғой. Вообще андай ойымда ештеңе жоқ, олар немен келеді. Сонымен атам ол кезде 70-те білмеймін, жаңағы әурет жерлеріне кордонды қойып, тазик қойып, бүйтіп ауыстырып бір-бірімен артынан еріп кеп, ауылдың іргесімен әйтеуір олай-бұлай қызық болған енді жалпы. Сөйтіп келген 4 километр, өздеріңіз ойлаңыздар. 4 километр дегеніңіз 4000 метр ма? Солай еще аяғы ауырған, аяғы ысыған, ол кезде жаз ғой. Трассада, резинка трассада енді невозможно анау. Құммен жүрген. Сонымен сөйтіп келген. Енді мені сол жақта іздеген жалпы. Сол Дарияға басып кетті ау деп жалпы 2-3 сағат іздеген, таппаған. Сонымен ары бері милицияларға звондаған, в общем, жалпы дау көтерген ғой енді. Бір ауылда сондай ұлан асыр дау болған. Сөйтіп үйге салбырап жылап келгеннен кейін алдынан шыққаннан кейін атам ұрды. Олай да бұлай қолындағы тазигімен. Ал әкем енді сабырлығы ғой енді. Ешқандай да ләм-лим деген жоқ. Аман екенсің ғой деп бетінен сүйіп құшақтап, енді кәрі бұлай істеме деп айтып, сондай бір қызық болған жалпы. Сондықтан да сіздерге айтарым, әке-шешенің қадірін қазірден бастап ұғыныңыздар. Мейлің жас болыңыздар, мейлің орта жас болыңыздар, әке-шешенің сізге берері өте көп. Өйткені олар үйіңдегі қазынан ғой. Қазынан таусылса не боласың? Өмірің артқа қарай кетеді. Жалпы бар ғой негізі, ата-анасыз да өмірін жалғап жүргендер, небір байлар ата-анасыз өмір сүріп, өмірі шалқығанмен бәрі олардың жүрегінде сол ата-ананың сүйіспеншілігі кем болып тұрады. Сондықтан сіздерге айтарым, ата-анам бай деп емес, ата-анам бар деп қуаныңыздар.